Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Адам ағзасы каналы. Бұл видеомызда сіздерге қанның қоюлануы мен оның сұйылту жолдары туралы айтатын боламыз. Видеомызды көрмес бұрын лайк басып, каналымызға жазылып, астында тұрған қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитеттегі қамтамасыз етуді қоса алғанда бір қатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе болып табылады. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануы сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтатын болсақ, лас немесе хлорды жиі ішсе, және оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымда болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтатын болсақ, сүт, жұмыртқа, тазартылған қан секілді тағамдар қанның қоюлануымен бірге қышқылдануын орын алады. Электромагниттік сәуле ол қанның құрамындағы шағын өзгерістерде компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Бұл кезде ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану ағзаны ауру металдармен және пестицидтермен улау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Авитаминоз ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қандай айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезіммен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінеді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Ол алаңдаушылық сезімінің туындауы. Жаны жай таппай, үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету, қолыңызды
Жеріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек, қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емделу жолдары қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу болып табылады. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы, магнитті резонансты томография, компьютерлік томография, эхокардиография болады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қоюлануы, алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, мысалы ақ қырыққабат, брокколи мен жеміс жидектерді құлпынай, жүзім және ананас үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кезелген жаңғақ жеуге болады. Құрметті достар, осы айтылған ақпараттар сізге пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылып кетіңіздер.